Жастілік атты колледж түлектеріне диплом тапсыру кешіне қош келдіңіздер. Олай болса, өнер мен білімін өз бойларына өре білген, еліміздің ертеңгі тізгінін қолға алар, бітіруші түлектерімізді құрметпен қол соғып қарсы алайық. Кешеді, көңіл шіркін тасып толып өседі. Ол кешегі жігіт болып қалыптау, бой жетті бандитті қыз кешегі. Нұрлы үмітін арқалаған арқаға, жан сәулесін тарататын баршаға, шын пейілмен құрметімізді көрсетіп, түлектерді шақырайық ортаға. Ал ендеше қарсы аламыз. Алдарыңызда фортепиано бөлімі студенттері көшті бастап келеді. Біздер көптеген жетістіктерге жеткен. Жарас Аружан, колледждер арасындағы 8-ші республикалық олимпиада бірінші орын иегері, 1-ші республикалық үздіктер әлемі ұлттық байқауының гран-при иегері, Жетіне 4-ші халықаралық шығармашылық фестиваль конкурсының гран-при иегері, Италияда, Францияда, Украинада өткен бүкіләлемдік халықаралық конкурстардың ансамбль құрамында жеке орындауда жүлделі орын иегері, музыкалық колледждер арасындағы 1-ші республикалық орындаушылар конкурсында 3-ші орын иегері атанды. Жолшы Мөлдір, Қазақстан өті, республикалық жас өнерпаздар байқауының бас жүлде иегері, өңірлік 15-ші Қызылорда жастар үстінген жастар ертпе ойындарының Махамбетова Қасиет өңірлік 14-ші жастар ертпе ойындары 1-ші дәрежелі диплом иегері. 5-ші байқаудың 2-ші орында және 41-ші республикалық орындаушылар конкурсының 2-ші дәрежелі дипломат иегері. Құдайберген Бағила Сылы Саз атты облыстық ысбал аспаптар байқауының бас жүлде, қобыздарында республикалық қылғаушылар фестивалінің алғыс хат иегері. Шілтен Бөлзира 13-ші республикалық кіші онлайн олимпиаданың 3-ші дәрежелі диплом иегері. Тұрсынбаев Бейімбет жастар 3-ші республикалық өнер байқауы гран-при иегері. Тұрсынбаев Бейімбет жастар 3-ші республикалық өнер байқауы гран-при иегері. Беймұрзан Азым, Қазақстан үміті республикалық жастар өнер байқауының 1-ші орын, 2-ші республикалық конкурста 1-ші орын иегері. Жұмабай Арайлым, республикалық 13-ші жастар Дельфи ойындары диплом, 13-ші республикалық кіші ойында олимпиадада диплом иегері. Ахметов Нұрислам, 8-ші республикалық кіші олимпиадада 3-ші дәрежелі диплом. Бейбіт күн жасасын әлемде атты республикалық байқаудың жастар 2-ші республикалық өнер байқауының гран-при иегері. Исебай Мұхаммедин, республикалық 13-ші жастар Дельфи ойындарының диплом, 1-ші халықаралық домбырашы конкурстық диплом. Қызылорда телеарнасының облыстық асылмұра телебайқауының дипломант иегері. Әбілқайыр Айдана, Днепр қаласында өткен халықаралық байқаудың бас жүлде иегері. Әділханұлы Нұрсәт, 2-ші республикалық орындаушылар конкурсының 3-ші орын иегері. Жүзбеков Гүлжамал, жас талант облыстық шығармашылық фестиваль конкурсының гран-при иегері. Құрманғалиев Сұлтанбек, Ақтөбе қаласында өткен жастар 2-ші республикалық өнер байқауында 1-ші орын иегері атанды. Матайбеков Самат, 1-ші республикалық аспаптық музыкалық өнер фестиваль байқауында 2-ші орын иегері. Оңғаров Асыл 3-ші халықаралық жас толқын өнер байқауының қобыз номинациясы бойынша 1-ші дәрежелі диплом, жас талант облыстық шығармашылық фестиваль конкурсының 1-ші дәрежелі диплом иегері. Бүгінгі күнде баршамыз үшін жүрек тебірентіп, көңіл толқытатын сәт. Олай дейтініміз 3-4 жыл бойы колледж қабырғасында ұлағатты ұстаздар қауымының тәлім-тәрбиесін бойларына сіңіріп, білім нәрімен сусындаған ұл қыздарымыз жаңа әлеміне нық сеніммен қадам басқалы тұр. Биылғы оқу жылы біздің колледжіміздің 87 түлегі бүгінгі салтанатты жиында білім ұясымен қоштасқалы тұр. Олардың 10-шы үздік диплом иегерлері. Бұл күн колледж тарихында да бітіруші түлектер есінде де мәңгі өшпейтін күн. Құмарлық болып адамдық, мерекет болсын әр ізің. Болмасындағы кемеңгер азамат болу борышың. Өнер әлеміне қанат қаққан жастардың алғашқы ұстаханасы іспеттес колледж қабырғасында алған білім нәрі санаға ақыл мен парасаттылық нұрын құйды. Алғаш колледж табалдырығын жасқаншақтай аттаған біздер осы уақыт аралығында есейіп, қанатымыз қатайып, біліммен қаруланған тұлғаға айналдық. Бітіруші
студенттерді құттықтау сөз кезегі директордың облыс жөніндегі орынбасары Марат Әбдіғалиевич Ахметовке береміз. Мынау оқу жылының табысты аяқталуын баршаңызға құттықтаймын. Биыл біздің колледж 40-ші ұядан осы жас түлектерді ұшырып отыр. Оқу жылының мынау онлайн форматта өтуіне қарамастан колледжде 87 түлек табысты аяқтап отыр. Оның ішінде 17 білім алушы үздік дипломмен бітіруде. Мынау қазақта 40 қасиетті сан. Құрметті жас түлектер, сіздерге тілейтініміз мынау өнерге, мәдениетке қосатын түлектеріңіз мол болсын. Осы колледжде алған тәрбиелеріңіз бен кәсіби білімдерді ел игілігіне пайдаланыңыздар. Тәуелсіз еліміздің өнеріне қосатын түлектеріңіз мол болып, мынау қасиетті шаңырақ Қазанғабатындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің ұстаздарын ұмытпаңыздар. Біз сіздерге тілейтініміз әрдайым ақ жол. Сәт сапар. Рахмет. Кезекті диплом иегерлері фортепиано мамандығы бойынша Абайұлы Жалғас. Қалғаспақтар бөлімі Алтайкен Данияр.
түлектер дипломдарын қарапсында қатап кеткен жоқ па? Бұқабай дейміз. Дұрыстан бәрін бұқабайдың анау қазір бөлім бар. Сол кісілерге бараттар. Мынау алқапты ойды толтырғандарға қосымшаға парақ беріледі. Қазіргі таңда мынау парақ дипломы хаттар жүреді. Жұмысқа тұрсаңыздар да оқуға міндетті болу керек. Тағы қайтадан қосымша парақты көргенде Гүлжан апайдан аласыздар. Ал, құтты болсын бәрі. Төртінші курс студенті, бітіруші түлек Жарас Аружан. Қош келдіңіз. Үрлемелі сынсын тоқпалы аспаптар бөлімінің меңгерушісі Балмасов Руслан Серқалиевич. Халық аспаптар бөлімінің меңгерушісі Атсадық Әлбижан. Асқансайын өмір жолы мәселен жастық шағын сағындырар көктемін. Дей келе құттықтау сөз кезегін топ жетекшілеріне береміз. Ержанов Кенжебек Қалдыбекович. Жарасов Науан Қақарманұлы. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздарымыз, мынау биылғы 2021 жылы кезекті оқу жылы аяқталып, түлектеріміз ұясынан ұшқалы тұр. Бүгінгі алып жатқан дипломдан құтты болсын, балалар. Мынау алған білімдеріңді әрі қарай ұштап, жоғары оқу орнына түсіп, Алматы, Астанаға, осы Қызылордада оқу орындары болсын. Білімдеріңді әрі қарай жалғастырады деп біз сенеміз. Осы жерде алған білімдеріңді жалғастырып, осы жерге Қызылорда музыкалық колледжіне қайтадан маман болып келулеріңе біз тілектеспіз. Ақ жол тілейміз. Құрметті ата-аналар, құтты болсын. Балалардың сенімдерін сақтай берсін. Нақты болсын. Құрметті ата-аналар, құтты болсын сіздерге біріншіден. Бітіруші түлектер барлықтарына ақ жол. Құрметті ата-аналар, студенттер, биылғы бітіріп жатқан 2020 түлектер құтты болсын. Сіздерге ақ жол. Бірінші курста мәдениетсіз алам, мен қасында. Кеше ғана кішкентай бала екен, қазір өсіп үлкен азамат болып оқуларына жалғастыра береді. Құтты болсын. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар. Құдай қаласа осы дипломның жемісін көріп, енді бүгін үлкен өмірге, үлкен бір асуын астындар, баспалдағынан өтіп жатсыңдар. Алдағы өмірлеріңе баршаға тек қана сәттілік
Men qarşılamız. 4-cü kurs Ürdemeli Soqol Aspaplar bölümünün bitiruvchi studenti Nasipbek Quvanish. Bitiruvchi teknikni qo'y berdi. Qarşılamız. Aslan sayın ömür joldan ötken jastıq şağın sağındırar көктемін. Тілекшін көп тұрады ылғи анандай алыстағы Алтыня колледждің. Ендеше келесі сөзді осы жердегі аяулы ата-аналарымызға Ата-аналар, конечно, балалар, бүгінгі мына дипломдарын құтты болсын айналайындар. Ақжол, тағы да үлкен оқу бітіріп, осы колледждерге мұғалім болып келулеріңе тілектеспін. Ақжол. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, міне бүгінгі осыны диплом алып, жүректері бойындарына сыймай тұрған біздің жас түлектер. Мына бүгін алып жатқан диплом бәріңізге де құтты болсын. Алдағы уақытта диплом еңбектеріңіз сіңіріп, соның жемісін жиып, қызығын көреді деп сенеміз. Әрқайсысы уже кеше 9-шы класс бітіріп кішкентай бүлдіршін болып келіп, бүгін бір мамандық иесі болып, қолдарына диплом алып, нағыз азамат болып шығып тұрсыздар. Осы алдағы уақытта бәріңізді сәттілік тілеймін. Екіншіден, құрметті ұстаздар, осы балдар кішкентай болып келіп, қазір таңда үлкен бір мамандық иесі болып, жақсы азамат болып шығып жатыр. Бәрі сіздердің арқаларыңыз деп ойлаймын. Өзімнің қызым инструмент ұстамай келген тұғын. 4 жылдың ішінде жақсы маман болып шықты. Неше түрлі конкурстарға барып жатыр. Бәрі сіздердің арқаларыңызда. Сіздерге мың алғыс айтамын ата-аналардың атынан. Ұшырсада бұл өмірде сан құсын, ұстаз ғалым толат бастан мәлгісін. Тыншымайтын асыл жандар аяулы тыңдаңыздар студенттердің алғысын. Сөз кезегін бітіруші тілектеріне береміз. Сағаттарыңыз құтты болсын, студенттер. Ұстаздар сіздерге. Сіздерге көп алғысымыз бар. Алғысым шексіз сіздерге. Баршаларыңызға қайырлы күн. Біз Қазан қаласында Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің
барлық ұстаздарына алғысымызды білдіреміз. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат отбасыларымызға амандық тілейміз. Творчестволық табыс тілейміз. Өздеріңіздің оқытқан оқушыларыңыздың жемісін көріңіздер. Және солардың арқасында жетістіктерге, үлкен белестерге жетулеріңізге тілектеспіз. Және де осындай дәрежеге жеткендеріміз тек сіздердің арқаларыңызда бөлген төккен еңбектеріңіз үшін, біз үшін бөлген уақыттарыңыз үшін сіздерге мың алғыс. Көп рахмет. Сурет қатысыш. Дайындалып кетті бе? Барша студенттер, сендерді бүгінгі осында диплом алғанға шынымен құттықтаймын. Мен барша духовный атынан сөйлеп отырмын осы кезде. Духовный баршаларыңызды құттықтаймын. Шынымен де алып отырмын. Все, рахмет бәріңізге. Алғысым шексіз. Студенттерге деген құрметті ұстаздар қауымы, біздің сіздерге айтар алғысымыз бен рахметіміз шексіз. Бізге бөлген баға жетпес тәжірибелеріңіз бен алтын уақыттарыңыздың арқасында осы күнге жетіп отырмыз. Колледж қабырғасындағы алған біліміміздің арқасында өмір жолында кездесетін қиындықтар мен кедергілерді жеңіп шығуға дайынбыз. Осы күнге дейін бойымызға патриоттық сезімді ұялатып, әділдік пен қайсарлықты үйреттіңіздер. Бірінші күннен берген білімдеріңіз бен тәрбиелеріңіз мәңгілікті ұмытпаймыз. Біз Қазанғабатта Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің түлегі болғанымызды мақтан тұтамыз және ешқашан ұмытпаймыз. Сіздерге жалын жүрекпен, айтамыз достық тілекпен, әрқашан сәтті жол болсын. Келесі кезекте бітіруші түлектеріміздің колледж киімі. Қарсы аламыз. Сапарларыңыз оң болсын. Бітіруші түлектерге ақ жол тілейміз. Сәт сапар, жас түлек, аты салтанатты кешіміз аяқталды. Жақсы күндерде жолыққанша сау саламатта болыңыздар.